8-ші дәріс. Атмосфералық ауаға антропогенді факторлардың әсері. Бүгін қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, атмосфераны ластаушы көздер, олардың топтары. Екінші сұрақ, ауа ластануының адам денсаулығына әсері. Атмосфера бүкіл әлемнің тіршілік тынысы. Атмосфера ауасы дегеніміз, жер шарын қоршап тұрған шаң тозаң, бу мен газдан құралған қоспа. Ол күн сәулесін жер бетіне жеткенше ұсақ бөлшектерге бөліп, жан-жаққа шашыратып отырады. Егер атмосферада ауа болмаса, аспан қараңғы болып, күн адамның көзін шағыстыратын сәуле шашып, жер беті кеуіп, одан әрі қыза түсер еді. Атмосфералық ауа бар кездің өзінде, Батыс Сібірде мысалы, қыста -60 градусқа дейін, жазда +30 градусқа дейін температура өзгерсе, яғни температура амплитудасы 90 градус болғанның өзінде де өмір сүруге қолайсыз болып, көптеген қиыншылықтар кездеседі. Ауа иіссіз, түссіз, жеңіл, оның тығыздығы 1 кубометрде 1300 грамм ауа болады. Соған қарамастан жер бетіне түсетін қысым әрбір квадрат сантиметрге 1 килограммнан келеді. Яғни бізге көрінбейтін атмосфераның өзі кез келген денеге қысым түсіреді екен. Негізінен атмосфераның адам үшін әрекеті, қызметі өте жоғары. Атмосфера бүкіл әлемді таза ауамен қамтамасыз ете отырып, тіршілікке қажетті газ элементтерін, яғни оттегі, азот, көмірқышқыл газы, аргон, байтат және олардың миграциясын, ауа райы қызметін реттейді, сөйтіп жалпы жер шарындағы тұрақтылықты үйлестіріп отырады. Егер атмосфера болмаса, жер бетінің температурасының ауытқуы 200 градусқа дейін болған болар еді. Яғни күндіз +100 градус ыстық, ал түнде -100 градусқа дейін салқындаған болар еді. Жердің ең алғашқы атмосферасы сутегі, метан, аммиак, су булары және инертті газдар, гелий, неон сияқты газдардан тұрған. Жер бетіндегі тіршілік пайда болған кезден бастап, жердің алғашқы ауасына жер қойнауының және өсімдіктерден бөлінген күкіртсутек пен көмірқышқыл газдары қосыла бастады. Алғашқыда көзге көрінбейтін ұсақ организмдер, прокариоттар, ауадағы сутек, метан, аммиак, күкіртсутекті пайдаланды тіршілік процесінде. Мысалы, сутек бактериялары жанартаулардан бөлінген күкіртсутекті тотықтырып, ауаға оттек газын бөле бастады. Біртіндеп уақыт өте келе, прокариотты организмдер пайда бола бастағаннан кейін жер бетінің тұрақты ауа құрамы қалыптаса бастады. Ауа газдары құрамының өзгеруі, ауада оттектің көбеюі жер бетіндегі тіршіліктің, өсімдіктер мен жануарлардың дамуына үлкен әсер етті. Егер алдымен тіршілік суда пайда болған деп есептеледі, себебі су қабаты күннен келетін ультракүлгін сәулелерді қорғайтын жалғыз қорғаныш қабаты болды. Біртіндеп атмосфераның қазіргі кездегі қабаттарға дифференциациялануы нәтижесінде күннен келетін қатты ультракүлгін сәулелерді озон экраны тұтып ұстап тұрып қалуына байланысты жер бетінде тіршілік пайда бола бастады. Яғни өсімдіктер құрлыққа шығып, автоморфты тіршілік ете бастады. Ауа газдарының құрамы қазіргі кезде құрғақ және таза ауада төмендегідей қатынаста болады. Азот 78,8%, оттек 20,95%, аргон 0,93%, көмірқышқыл газы 0,3%, неон, гелий, ксенон және сонымен қатар олардың мөлшері 1%-ға жетпейді. Сондай-ақ радон, аммиак және де ауаның құрамында қалқып жүрген шаң тозаң мен су буы да болады. Адамдар ауасыз күн көре алмайды. Қандай ауа болса да демалуға мәжбүр. Егер қорексіз 5 апта, сусыз 5 тәулік өмір сүруге болатын болса, ауа болмаса, адам 5 минутта өмір сүре алмайды. Тәулігіне адам өкпесі арқылы
25 килограмм немесе 11 мың литр ауа өтеді. Адам баласы үшін орасан зор пайдалы ауа бассейні соңғы кездері күрделі өзгерістерге ұшырап отыр. Ең бастысы ауаның ластануы. Атмосфера ауасының сапалық көрсеткіштерінің өзгеруі оның ластану дәрежесін көрсетеді. Егер атмосфера ауасында ластаушы заттардың шекті мөлшерлі концентрациясы қалыпты құрамнан асып кетсе, онда ауа ластанған болып есептеледі. Атмосфера ауасын ластайтын заттар мөлшері дүние жүзі бойынша жылына 200 мың тоннаға дейін жетіп отыр. Ал оның құрамы көптеген элементтерден тұрады. Ауаны ластаушы заттар жер бетінен 3 километр биіктікке дейінгі аралықты қамтиды. Ауаның ластануы табиғи немесе жасанды жолмен жүреді. Табиғи ластану көбінесе космос шаңдары немесе құрлықтық немесе мұхиттық болып бөлінеді. Яғни жанартаулар атқылауы, теңіз суының буға айналуы, таулар мен топырақтың үгілуі, орман немесе дала өрттері болған кездерде атмосфераға бөлінетін шаң, тозаң, күл, тағы басқалар. Атмосфераның жасанды ластануы немесе антропогендік ластану оларға адамның шаруашылық әрекетінен болатын, яғни өнеркәсіп, көлік, ауыл шаруашылығы, құрылыс кәсіпорындарының, тұрмыстық коммуналдық шаруашылықтың шаң тозаңдары мен қалдықтары жатады. Атмосфералық ауа ластануына сонымен қатар жылулық, шумен ластану және электромагниттік ластануды да жатқызамыз. Ауаның негізгі ластағыштары көмірсутектер, ұшқыш органикалық заттар, азот және көмір қышқылдары, күкірт және азот оксидтері, озон, фотохимиялық заттар, қорғасын және басқа да ауыр металдар болып бөлінеді. Адам денсаулығына әсер етуші атмосфералық ауа құрамындағы газдар қоспасының концентрациясы мен құрамы күн сайын өзгеріп отырады. Ауаның ластану көздеріне себеп боларлық химиялық қосылыстар сондай-ақ ыс, шаң, тағы да басқа заттар жатады екен. Атмосфералық ауаның негізгі ластану көздері. Бірінші, топырақ эрозиясы кезінде түзілетін шаң. Энергетикалық өндіріс кешенінің қалдықтары. Мысалы, 1 тонна бензин жанғанда 60 тонна көміртегі оксидтері түзіледі. Транспорт, өндіріс орындары, химиялық өндіріс, минералды тыңайтқыштар өндірісі, асбест өндірісі, өрттер және вулкандық табиғаты бар шаң тозаңдар. Бірінші дәрежелі қауіп қатер әсіресе ауыр металдармен ластанған кезде байқалады. Ауыр металдар химия өнеркәсібінің немесе қазба отындарды жағу, түсті металдарды балқыту, транспорт тағы да басқа кездерде бөлінеді. Бұл кездерде қауіптілігі өте жоғары бірінші немесе екінші классқа жататын кадмий, мышьяк, мырыш, сынап, ванадий, қорғасын сияқты элементтер бөлінеді. Әсіресе олардың ішінде қорғасын мен мырыштың ауада таралуы және олармен адамдардың улануы өте жиі байқалады. Олардың қорғасынның атмосфераға келіп түсуінің негізгі көздері автокөлік және оған қолданылатын қорғасын аккумуляторлары. Соңғы кездерде осы тетраэтил қорғасын қосқан бензинді пайдалануды шектеу бағытында көптеген жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар ауа тұрмыстық жағдайдан ластанады. Мысалы, түрлі желімдер қолдану барысында формальдегид немесе басқа да органикалық заттар бөлінеді. Пеш жаққанда ауаға бөлінетін заттар, газдардың жартылай жану өнімдері, пестицидтер, дезинфекциялаушы және иіс жойғыш заттар, тұрмыста қолданылатын түрлі аэрозолдар, сондай-ақ радиоактивті газ, радон менде ластану байқалады. Радон жер қабаттарында түзіледі. Әсіресе тұрғын үйлер мен ғимараттардың төменгі этаждарында байқалады екен. Асбест, жылу сақтағыш материалдар, мысалы, трубалардың сыртын қаптау кезінде атмосфераның шаңдар бөлінеді. Және сонымен қатар темекі тарту немесе басқа да факторлар әсерінен ластануы мүмкін.
Атмосфералық ауаның ластануы қоршаған ортаға, соның ішінде тірі организмдерге, адам және жануарлар түгелдей биотаға әсер етеді екен. Ауа ластануының жоғарғы деңгейге көтерілуі әсерінен бас ауыру, көз бен мұрын қуыстарының тітіркенуі, тыныс алу мүшелерінің зақымдануы, тәбет төмендеу, тағы басқа құбылыстар байқалады. Мысалы, қышқылдардың әсерінен әсіресе астмалық приступтар, ал иіс газы әсерінен қандағы гемоглобин мөлшері, яғни иіс газымен байланысу нәтижесінде карбоксигемоглобин түзіліп, адамдардың тіпті өлімге дейін жетуі мүмкін. Ауаның ластану көздері болдырмау бағытында қазір көптеген шаралар жүргізілуде. Яғни зиянды заттардың шығарылуын реттеу, технологияларды жетілдіру, өндірісте қалдықсыз және аз қалдықты технологияны енгізу, шығарынды заттарды қайта өңдеп пайдалану бүгінгі күннің қатаң талабы. Атмосфераға түсетін зиянды заттардың шығарындыларын қысқарту үшін төмендегідей шаралар қарастырылған. Бірінші, автокөліктің қоршаған ортаға және ірі қалаларда халық денсаулығына зиянды әсерін төмендету. Келесі, өндірістің жаңа өндірістік технологияларын енгізу, қолданылатын отынның сапасын жақсарту. Үшінші, өндіріс салалары, атап айтқанда қара және түсті металлургия, жылу энергетикасы, электротехника өнеркәсібі, тау-кен саласы, тазарту құралдарын тиімді пайдалану. Төртінші бағыт, энергетиканың жаңартылатын және дәстүрлі емес көздерін тиімді пайдалану. Және сонымен қатар атмосфераның ластануын төмендетуде әсіресе жасыл желектер көлемінің көбеюі, ормандық аймақтардың артуы және де үлкен елеулі рөл атқарады. Сондай-ақ санитарлық қорғау аймақтарын құрып, яғни ережелерді қатаң сақтау атмосфераның ластануын төмендететін шаралардың бірі болып саналады. Дәріс аяқталды.